Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін осындай ерекше тойымды әдемі болып шығатын манты жасаймыз. Ол үшін соңына дейін бірге болыңыздар. Ең алдымен қамырын ашытамыз. Суға дрожжымызды салып араластырып, ұнға тұзымызды қосып, жақсылап қамырын илеп ашытып қоямыз. Қамыр дайын болғанша начинкасын жасаймыз. Етімізге пиязды тураймыз. Асқабақ, картошка бәрін майдалап турап, тұздап, араластырып дайындап аламыз. Осы аралықта нанымыз ашып, көтеріліп жақсы болып тұрады. Нанды кішкентай бөліктерге бөліп, домалақтап дайындап аламыз. Дайын болған қамырды өстік қолмен жайып, домалақтап, енді мантын түйетін боламыз. Ішіне начинкасын саламыз. Начинканы салғаннан кейін четін қысамыз да, барлығын қосып, өстіп қысып, орап, өріп шығамыз. Мінекей осылайынан қысып отырып, айналдырып отырып түйесіздер. Ішіндегі начинкасын ішке қарай баса отырып, өстіп айналдырып отырып, қысып, өріп шығасыздар. Өте әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер. Мантыларымызды енді мантағарқаға тізіп, 40 минутқа пісіруге жібереміз. Пісіп шыққан мантыларымыз осындай әдемі болып шығады. Өте тойымды, пышный, өте керемет болып шығады. Жасап, каналыма тіркеліп отырыңыздар.